Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 83-ші сабақта түсімділік тақырыбын жалғастырамыз. Бірінші тапсырмада сабантой мерекесі қашан өткізілетінін анықта, түсімді өлшеуге арналған шамаларды бірлігін тап, теңсіздіктер құр дейді. Мына жерде қараңдар, 8 километр 900 метр деп тұр, иә? Түсімді өлшеуге арналған шамаларды қарауымыз керек. Ол бізге біріншісі жатпайды, бұл жерде ол ауданға келіп тұр, иә? 8 километр деп. Екіншісіне қарағы 8 тонна. Бұл 8 тонна өнімділікті анықтайтын шамаларға жатады. Одан кейін 100 гектар дейді. 100 гектар ол жатпайды, ол аудан. 5 центнер 500 килограмм бұл жатады. Түсімді өлшеуге арналған шамаларға 7 дециметр 5 сантиметр жатпайды. 6100 килограмм жатады. 8 сағат 28 минут бұл өлшеуге арналған шамаға жатпайды. Енді осы жерден біз теңсіздіктер құруымыз керек екен. Мысалы 8 тонна 6100 килограммнан үлкен дейміз. Өйткені 8000 килограмм болады ғой, айландырсақ. Одан кейін 5 центнер 500 килограмм 8 тоннадан кіші дейміз. Немесе 6100 килограмм 5 центнер 500 килограммнан үлкен дейміз. Осында теңсіздіктер құрасақ болады екен. Сабантой мерекесі әр кезде, әр уақытта ол күз айында өткізіледі. Екінші тапсырмада есептеулер берілген екен. Түсімділікті, егістік ауданын және түсімнің массасын есептейтін есептер екен. Олардың формулаға қойып, өте оңай есептей саламыз. Мысалы, бидайды 35 гектарға еккен кезде одан бір гектардан 20 центнер түсім алды. Енді жалпы түсімнің массасын қалай табамыз? 35 гектарды 20-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 700 центнер шығады. Яғни жалпы түсімнің массасы 35 гектардан 700 центнер шығады екен. Енді күрішті табайық. Күріш 810 центнер жалпы түсімнің массасы 1 гектардан 18 центнер алынған екен. Енді қанша егістікке егілді? Оны табу үшін, S-ті табу үшін біз түсімнің массасы М бөлінген түсімділік дейміз. Яғни 810-ды 18-ге бөлеміз, сонда 45 гектар болады. Сонда егістіктің ауданы 45 гектар екен. Енді үшіншісінде бізде жалпы түсімнің массасы 1000 центнер болып тұр. Егістіктің ауданы 100 гектар. Сонда 1 гектарға қанша түсім алды картоптың? Оны білу үшін 1000-ды 100-ге бөлеміз, сонда 10 шығады. Яғни картоптың түсімділігі 10 центнер 1 гектарына. Үшінші тапсырманы шығарайық, есепті шығар дейді. 2 фермер бидай өсірді. 2 фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центнер гектарына, ал екіншісінікі 19 центнер гектарына. Егер олардың әрқайсысында бірдей 5320 центнерден бидай алған болса, онда 2 фермерге бөлінген жердің ауданы қандай дейді. Енді бұл жерде ауданды табамыз. Бізге түсімділік пен түсімнің жалпы массасы берілген екен. Яғни екеуінікі бірдей дегендіктен М1 тең М2 болғанды, яғни жалпы түсімнің массасы бірдей болып тұр. Енді ауданды табылатын формуланы білеміз. М бөлінген түсімділік. М бізде 5320 центнер бөлу бірінші фермердікі 14 центнер гектарына, түсімділігі. Сонда 380 гектар болады екен. Бірінші фермердің ауданы. Екінші фермердің ауданы табу үшін 5320-ны 19-ға бөлеміз. Өйткені олардың өнімділігі 19 центнер гектарына. Сонда оныкі 280 гектар екен. Яғни жалпы ауданды білу үшін S1 қосылған S2. 280-ге бөлсек 660 гектар болады. Сонда жалпы 2 фермерге бөлінген жердің ауданы 660 гектар жер екен. Төртінші тапсырмада теңдеулерді шешу берілген екен. Б бөлінген 8 тең 27213 қосу 35857. Алдымен 27213-ке 35857-ні қоссақ 63070 болады екен. Енді осы жерден В-ны табу үшін 63070-тен 8-ді көбейтеміз. Сонда В-мыз 504560 шығады екен. Енді тексерек. 504560-ты 8-ге бөлсек 63070 шығады. 27213-ке 35857-ні қоссақ 63070 шығады. Екіншісін қарайық. 93 көбейту Z тең 43617 бөлу 7. 43617-ні 7-ге бөлсек 6231 шығады. Осы жерден Z-ті табу үшін 6231-ді 93-ке бөлеміз, сонда Z бізде 67-ге тең болады. Енді орнына қойып тексерейік. 93-ті 67-ге көбейтсек
бізде 6231 болады. 43617-ні 7-ге бөлсек, ол да 6231. Яғни екеуі тең болды. Қалған теңдеулерді тура осылай шығарамыз. Енді бізде 5-ші тапсырмада есептерді шығар. Бірінші алгебралық тәсілмен, екінші арифметикалық тәсілмен дейді. А нұсқасында екі саяжайдың иелері таңқурайдан бір түсім алды. Жиналған жалпы түсімнің массасы 480 000 грамм. Егер саяжай иелерінің бірі 700 түп, ал екіншісі 900 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай болады? Енді қараңдар, жалпы түсім екеуінікі бірдей 480 000 грамм, иә? Енді біріншісінің ауданы 700 түп, екіншісінің ауданы 900 түп болады. Енді бізге түсімділікті табу керекпіз. Ол үшін жалпы ауданды тауып аламыз. Жалпы аудан S1 қосылған S2, иә? Яғни 700-ге 900-ді қосамыз, сонда 1600 түп болады екен. Ал жалпы ауданды табу формула S бөлінген түсімділігі. S бізде 1600, оған түсімділік дегеніміз ол X, иә? Яғни қандай теңдеу жазамыз? Жақшаның ішіне 700 қосылған 900 көбейту X тең 480 000 болады. Енді осы жерден жақшаның ішіне 1600 шығады дедіге. 1600 көбейтілген X тең 480 000 болады. Енді осы жерден X табу үшін 480 000-ды 1600-ге бөлеміз. Сонда X-іміз 300 грамм түп болады екен. Яғни түсімділік 300 грамм түп болады. Сонда жауабы таңқурайдың түсімділігі 300 грамм түптен, бір түптен 300 граммнан алады екен. Енді Ә нұсқасының қарайық. Саяжайдың иесі бір соттық жерден 70 килограмм бүлдірген жинады. Егер ол бірінші жер телімінен 75 килограмм, ал екінші жер телімінен 135 килограмм бүлдірген жинаған болса, онда ол қанша соттық жерге бүлдірген отырғызылған дейді. Бұл жерде түсімділік 70 килограмм, иә, соттығына. Біріншінің жалпы массасы 75, екіншісінен шыққан жалпы масса 135 килограмм. Енді ауданды табуымыз керек. Ол үшін жалпы массаны тауып аламыз. Ол дегеніміз 75-ке 135-ті қосамыз. N1 қосылған N2, сонда 210 килограмм болады. Енді ауданды табатын формулаға қоя саламыз. Ол дегеніміз жалпы массаны түсімділікке бөлеміз. 210-ды 70-ке бөлсек 3 сот болады. Яғни жауабы 3 соттық жерге бүлдірген отырғызылған. Сонда екі есепті екі түрлі тәсілмен шығардық, иә? Енді 6-шы тапсырмада есептің қай сұрағына жауапты әр түрлі тәсілмен алуға болады. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен 25 тонна гектарына құрайды. Егер жақсы күтім жасалса және суарылса, 50 тонна гектарына алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны тоннамен қанша есе артық жинауға болады? Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады дейді. Қараңдар, біріншісінің түсімділігі 25 тонна гектарына, иә? Ал егерде жақсы күтім жасалса, ол Т2 деп белгілейік, иә? Түсімділік 2, 50 тонна гектарына болады. Аудан 30 гектар. Енді жалпы түсімділікті есептейік. Жалпы түсімділік қанша есе артық екенде есептейік. Ол үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. Яғни 25-ті 30-ға көбейтсек 750 тонна шығады екен, иә? Егерде орташа есеппен есептесек. Ал енді екіншісінде егер жақсы күтім жасалған болатын болса, 50-ді 30-ға көбейтсек 1500 тонна жақсы күтімде жиналады екен, жалпы өнім. Енді 1500-ді 750-ге бөлеміз. Сонда ол 2 есе артық жиналып тұр. Немесе 1500-ді 750-ден алатын болсақ, 750 тонна артық шығып тұр. Яғни жауабы қызылшаны 2 есе артық жинауға болады екен, ал егер жақсы күтім жасалған жағдайда 750 тонна артық қызылша жинауға болады екен. Енді 7-ші есепте бізге тиімді тәсілмен есептеп берілген екен. 17-ні 14-ке көбейтеміз, қосу 13 көбейту 14 дейді. Бұл жерде қалай істесек болады? Алдымен біз екеуінде де 14 көбейту 14 деп тұр ғой. Сондықтан 14 көбейту жақшаның ішінде 17 қосу 13 деп алсақ болады. 17-ні 13-ке көбейтсек 30 болады, 30-ды 14-ке көбейтсек 420 болады. Енді 19 көбейту 35 қосу 1 көбейтілген 35 деп тұр, иә? Бұл жерде екеуінде де 35 тұрғандықтан 35 көбейту жақшаның ішіне 19 қосу 1 дейміз. 19-ды 1-ге қоссақ 20, 35-ті 20-ға көбейтсек 700 болады. Енді 17 көбейту 23 алу 7 көбейту 23. Бұл жерде екеуінде де 23 көбейтілу тұрғандықтан 23 көбейту 17 алу 7 дейміз. 17-ден 7-ні алсақ 10, 23-ке 10-ды көбейтсек 230.
Енді 4 көбейту 129 алу 3 көбейту 129 дейді. Екеуінде де 129 болғандықтан 129 көбейту жақшаның ішінде 4 алу 3 дейміз. Яғни 1 шығады, 129 бірге көбейтсек 129 болады. Одан кейін 47 көбейту 6 алу 7 көбейту 6. Енді екеуінде де 6 болғандықтан 6 көбейту 47 алу 7 дейміз. Сонда 40-ты 6-ға көбейтетін болсақ 240 шығады. 9 көбейту 21 алу 9 көбейту 11 дейді. 9-ды көбейтеміз 21 алу 11-ге. Сонда 9-ды 10-ға көбейтсек 9 шығады. Енді 8-ші тапсырмаға қарайық. Шешу бойынша есептің берілгенін құрастыр дейді. Бізге есеп шығарылып қойыпты уже, Енді осының оның алдында берілген есептің шартын жазайық. Қараңдар. Біріншісінде қараңдар, 175 тонна 5 гектардан жиналды. Яғни мына жерде жалпы массаны тауып тұр, Жалпы түсімнің массасы 175 деп тұр. Аудан сонда 5 гектар. Ал екіншісінде 105 тонна жалпы масса болса, ол 3 гектар. Яғни екіншісінің ауданы 3 гектар болып тұр. Одан кейін бізде екі жалпы массаны 175 пен 105-ті бір-бірінен алғанда, біріншісіне қарағанда екіншісінің жер учаскесінде осынша тонна артық жиналды деп тұр, Яғни бұл жерде біз бүйтеміз, Мысалы, егерде бұны біз картоп деп алайық, екі фермер картоп өсірді. Бірінші фермер 5 гектар жер бөлінсе, өйткені бізде аудан белгілі болып тұр. Екіншісіне 3 гектар жер бөлінді. Егер олар егін алқабында картоптың түсімділігі 35 тонна гектарына деп аламыз. Өйткені 35 бізде түсім белгілі болып тұр, 35 тонна гектарына болса, онда әр фермер картоптың қанша түсім алған деп шығарайық. Және де бірінші фермер екіншісіне қарағанда қанша тонна артық картоп жинады дейміз. Өйткені осы жерде жалпы массаны табуға берілген есеп екен. Осылай жазып аламыз тек қана. Енді 9-ші тапсырмада диаграмманы оқы, әрбір жемістің массасын анықта, диаграмма бойынша есеп құрастыр деді. Диаграмма берілген екен. Енді қараңдар, бірінші алма 500 килограмм дейді. Алма 500 килограмм, яғни алма мына диаграмманың 2-ден 1 бөлігі екен. 2-ден 1 бөлігі. Енді шабдал бізде сары, ол 8-ден 1 бөлігі болып тұр, Яғни, мына жерде алма 500 килограмм болса, бұл жалпы жемістердің жалпы массасы 500-де 2-ге көбейтеміз. Сонда 1000 килограмм екен. 1000 килограммның 2-ден 1 бөлігі, яғни 500 килограмм алма болды. Ал шабдар 8-ден 1 бөлігі, яғни 1000-ды 8-ге бөлсек, 125 килограмм шабдал болады. Ал мұрт 4-ден 1 бөлігі екен, яғни 1000-ды 4-ге бөлеміз, сол кезде ол 250 килограмм болады. Енді қара өрік бізде фиолетовый цвет екен, ол яғни 8-ден 1 бөлігі, 1000-ды 8-ге бөлсек, 125 килограмм шабдал болады екен. Осылай берілгені жазып аламыз. Енді 10-шы тапсырмада диқан тары суғару үшін арыққа 6 көмекшісін ертіп келді. Ол арықты бойлай қадамдап өлшеп шықты. Бірінші көмекшіге 7-ден 1 бөлігін қадамдап өлшеп берді. Екіншіге қалған жердің 6-дан 1 бөлігі дейді. Үшіншіге олардан қалған 5-ден 1, төртіншіге 4-ден 1 берді. Ал бесіншіге қалған жердің 3-ден 1-ін өлшеді. Ал алтыншыға 5-ден қалғанның 2-ден 1-ін өлшеп берді. Ең ақырғыда өзіне 3 қадам жер қалды. Арықтың ұзындығы қанша қадам болған? Диқан жерді көмекшілеріне қалай бөліп берді және әрқайсысына қанша метрден тиді? Ал өзіне ше 1 қадам дегеніміз 1 метр екен. Енді берілгенін жазып аламыз, берілген тура осылай жазамыз. Ұзындығы бізде табу керек, ұзындығын x деп белгілейміз, шақ белгісі деп белгілейміз. Біріншіге 7-ден 1 бөлігін, екіншіге 6-дан 1, үшіншіге 3-ден 1, төртіншіге 4-ден 1, бесіншіге 3-ден 1, алтыншыға 2-ден 1 дейміз да, өзіне 3 қадам деп жазамыз. Балар, мына жерде бетіп тұр ғой, міне бірінші көмекшіге 7-ден 1 бөлігін деп тұр ғой, яғни осы 7 бөлікті, 7 бөлік болып тұр, барлығы. Осы 7 бөлікке өзіне соңында 3 қадам жер алып қалды деді ғой, осы 3 қадам жерді көбейтеміз. Сол кезде ол 7-ші көбейтсек 21 метр болады, яғни барлық аудан 21 метр екен. Енді бірінші көмекшіге 7-ден 1 бөлігін берді ғой, яғни 21-ді 7-ге бөлеміз, сонда бірінші көмекшіге ол 3 метр жер берген екен. Енді ол 21-ден 3-ті алып тастаймыз, сонда 18 метр қалды, Осы 18 метрге енді екіншіге қалған жердің 6-дан 1 бөлігі деді ғой, осы 18-дің 6-дан 1 бөлігін берді. Яғни 18-ді 6-ға бөлсек 3 метр. Екінші көмекшіге де 3 метр жерді беріпті.
Енді 18-ден 3 метр жерде екінші көмекшінікін алып тастайық. Сонда 15 метр қалды. Енді бізге айтады үшіншіге 5-тен 1 бөлігін берді деді. Яғни 15-ті 5-ке бөлеміз. Сонда үшіншіге де 3 метр жер беріпті. Енді 15-тен 3-ті алып тастаймыз. Үшіншіге берген жерді, сонда 12 метр қалды. Енді 12-ге бізге айтты төртіншіге 4-тен 1 бөлігін берді. 12-ні 4-ке бөлеміз. Сонда төртіншіге де 3 метр жерді беріпті. Енді қалған жерді табу үшін 12-ден 3-ті алып тастаймыз. Сонда 9 метр жер қалды, иә. Енді 5-шіге қалған жердің 3-тен 1 бөлігін деп тұр. Яғни 9-ды 3-ке бөлеміз. Сол кезде 3 метрді 5-ші көмекшіге беріпті. Енді сол 5-ші көмекшіні алып тастайық. 9 метрден, сонда 6 метр қалды. Енді 6-шыға 5-шіден қалған 2-ден 1 бөлігін берді деп тұр ғой. Яғни бізде 6 метр қалды. 6-ны 2-ге бөлсек 3 метр. 6-шы көмекшіге де 3 метр жерді беріпті. Енді сонда қалғаны 3 метр қалды. Бұл жерде де айтып тұр, өзіне 3 метр жер қалды деп. Сонда жауабы барлығы 21 қадам жер болыпты. Яғни 21 метр жер болыпты. Енді 11-ші тапсырмада түсім мол болған жылы фермер 18 центнер гектарына, ал түсім аз болған жылы тек 8 центнер гектар бидай жинады. Егер бидайға 300 гектар жер бөлінген болса, ол осы жылдардың әрқайсында бидайдан қанша түсім алған дейді. Жалпы түсімді табуымыз керек, бірінші жылғы және екінші жылғы, иә. Енді қараңдар, бірінші жылы, яғни түсім мол болған жылғыны табайық. Ол үшін түсім 18 центнерді көбейтеміз, ауданы 30 гектар, 300 гектарға. 18-ді 300-ге көбейтсек 5400 центнер. Егерде түсім мол болған жылы, ол 5400 центнер түсім алады екен. Енді екінші түсім аз болған жылғыны табайық. Ол үшін 8-ді көбейтеміз 300-ге, сонда 2400 центнер болады екен. Сонда жауабы түсім мол болған жылы 5400 центнер, аз болған жылы 2400 центнер бидай түсім алады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Жаңа сабақтарды көру үшін каналға жазылуды ұмытпаймыз. Жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.